Қайырлы күн әріптестер, мен сіздерге қымыжыны күнделікке қалай жүктеу керек екенін үйрететін боламын. Біріншіден сайтқа Google Диск деп тереміз. Ашылған бетте бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Енді үстінде ход батырмасын басамыз. Енді бұл жерге сіздер Google почталарыңызды жазсаңыздар болады. Логинді жазғаннан кейін келесі парольді жазамыз. Парольді ұмытсаңыз, забыли парольді басып, пароліңізді восстановить етсеңіз болады. Міне біздер Google Дискке кірдік. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің фото, видео немесе документтеріңізді сақтасаңыздар болады. Енді қымыжына қалай жүктейміз? Біріншіден жоғарыдағы создать батырмасын басамыз. Бұл жерде қымыжыға арнап жеке папка арнасаңыз болады. Папканы қалағаныңыздай өзгерте аласыз. Мысалы, қымыжы 5-ші сынып. Міне бізде папка пайда болды. Енді біз осы жерге өзіміздің файлдарымызды жүктейтін боламыз. Ол үшін сіз өзіңіздің папкаңызды ашып, файлдарды таңдайсыз. Мінекей осы файлдан керек қымыжыны таңдап аламыз. Міне біздің қымыжымыз жүктелді. Енді осы қымыжының сілтемесін қалай аламыз? Ол үшін бірінші жоғарыдағы 3 нүктені басып, поделицадағы копировать ссылку батырмасын басасыз. Енді қымыжының сілтемесін қою үшін керек сыныбыңызды ашасыз. Енді осы жерде қымыжыға сілтеме деген жерді таңдап, өзіңіздің сілтемеңізді қоясыз. Міне біздің қымыжымыз қойылды. Қымыжыңызды осылай жүктейсіз.